2 жылдық сала тұрған оқатты біз 7 айда бүтірдік. Ана бұл жерде бір Қытайдың жараны келген жоқ. Бір Қытайдың жараны салған жоқ бұл жерде. Жалаң қырғыз балдарды салды мысалы бұл жерде. Бұл жерде ноқаттық балдар, алабұқалық балдар, нарындық балдар, гөлдік балдар, бұл жерде шүйлік балдар, бары қырғыз балдар салды бұл жерде. 200-250 қырғыз балдар іштеп атты. Башы бірден машина мініп кетті. Анткені бұл жерде баяғы мен қандай десем, жұмысты тезірек жазар, 3 мен істейлік деп балдарға көбірек төлеп беріп аттық та, мысалы Бишкекте мысалы квадратный метр 3000 сомдон болып атса, мен бұл жерде 5000 сомдон төлеп беріп аттым. Коэффициенті менен. Анан балдар бұл жерде күні-түні іштеп берді, ошол. Бактарактарды айттыңыз, негизи жалпысынан ушул аянтчага сиз айтпадыңыз жана отрезок депчи. Ошо канча бактарак салынат? Эми мына жерге 70 бактарак тиктик мисалычы. Азыр. Мына ушул жерде 70 бактарак. Дагы болот, э? Дагы мындан тышкары дагы жолда келатат. Эми Кудай буйрса алар келгенде мен айтып атпайм эми. Май айында, майдын аягында, июнда келсеңер, анан бир албетте башкача болот. Башка өлкөлөрдөн бактарактарды алып келем дедиңиз. Алып келип атпайм чекестен. Ошо каяктан келип атат бактарак? Италиядан келип атат. Италиядан. Ооба. Бактар биздин эмебизге температурага ылайык атаны Италиядан тамдап ушул алып келип атат. Ошол. Эми кичине башкача кылбасак да болбойт да. Башкачага да көнүшүбүз керек да. Кичине ан сезимибизди кичине өйдөрөк көтөрүп, кичине дүйнө жүзүндө мисалы эмне болуп атат, эмне алдыда кетип атат, мисалы ошолорду да көнүш керек да. Мына жерде көп өзгөрүү болот. Мына жерде мисалы перилалар болот, айнек перилалар болот, мисалычы көп нерселер бар, аны бүтө элекпиз.